Осылай нөлін шығарып аламыз. Лазермен бош-боштарынан меткілеп аламыз. Әуелі осылай қайылы құрып аламыз, жақсылап. Сосын бастаймыз. Бұтынан бетіп өлшеп аламыз. 946-дан бүкіл бұрышынан меткілеп шығамыз осылай. Сосын мынандай отбеливачкамен сызықтан ұстап атамыз. Осылай 4 бұрышында атып аламыз. Сызық önünde телефон бойынша көрінбек. Сызық главный күрлаққа тимеу керек. Күрлақтан кем дегенде сызық 4-5-6 см төмен болған дұрыс. Өйткені біз сызықтың үстіне направляющий қағамыз. Сөз осы направляющий күрлі өткен кезде күрлаққа тимеу керек. Соны есептеңіздер. Осы сызықтың бойымен осылай айналдыра направляющий профильді қарап шығамыз. Қарасын шықпарымыз де? Одан кейін гипсокартонға есептеп шығарамыз. Гипсокартон ені 1,20, ортасынан 40-40-тан беріп, өнегірін денені шығарып, сосын осының бойынан профиль тасайтын боламыз. Сосын профильді круглақ қалай тұрса, көлденең жіберген дұрыс. Былай тұрса профиль былай жіберген неудобно. Жіберу қиын. Ал егер плита болса, домдарда болса, плита болса, ол жерде қалай болсын солай жібере бересіз, қалай қаласаңыз. Одан кейін осылардың бойына шемішке жүртпен бұрап бұлай жігіт тартып аламыз. Сосын кейін осы жігіттің ортасымен электрод қатырып шығарамыз. Осылай профилін ұрып болғаннан кейін гипсокартон қағуға бастаймыз. Енді электродты осылай екі жағына ұстатамыз. Сосын кейін мына жақты есептедік қой. Біз бір гипсокартон 1,20. Осының ортасына келу керек. Қазір келеді. Қағып біттік. Осындай прямой потолок болды. Мына жері осында перделерін қалдырып кеттік. Направляющий гантельдің астында қалып кетеді.